Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 3-ші сынып қазақ тілі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл малдың төлі. Мұғалім мен Мұхамадиева Меруерт Багдәулетовна. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Құрметті білім алушылар, бірінші жаңа сөздермен әдеттегідей танысамыз. Малдың төлдері: құлын, құлыншақ, жеребенок; бота, верблюжонок; бұзау, теленок; қозы, қошақан, ягненок; лақ, козленок. Құлын, құлыншақ, бота, бұзау, қозы, қошақан, лақ. Жаңа сөздерді бірге қайталаймыз. Вместе повторяем новые слова, записываем в словарную тетрадь. Мына суретке, балалар, назар аударамыз. Құлын, бұзау және қозы. Енді оқушылар, мына сұрақтарға жауап береміз. Бұл не? Это что? Оқы, қайтала. Прочитай, повтори. Бұл құлын. Бұл бота. Бұл қозы. Қозы қандай? Қозы кішкентай. Бұл бұзау. Бұл лақ. Қандай лақ? Кішкентай лақ. Оқимыз, қайталаймыз. Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс. Бұл малдың төлдері. Малдың төлдері. Енді кезекте, балалар, 3-ші тапсырма. Тыңда, оқы. Прослушай, прочитай. Біз малдың төлдерін жақсы көреміз. Жақсы көреміз, мы любим. Маған құлын ұнайды. Мне нравится құлын, жеребенок. Ал ағама бота ұнайды. Бота, верблюжонок. Қарындасым қозыны жақсы көреді. Қозы, ягненок. Ініме бұзау мен лақ ұнайды. Іні, бұл кім? Іні, это младший брат. Қарындасым, младшая сестра. Аға, старший брат. Төлдер әдемі, сүйкімді. Олар шөп жейді, ойнайды. Мәтінді, балалар, қайталап оқимыз, прочитаем. Әдемі, красивый. Ойнайды, играет. Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс. Құрметті оқушылар, 5-ші тапсырма жазылым. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз. Тиісті сөз, нужные слова. Вместо точек ставить нужные слова. Әлібекке ұнайды. Әлібекке не ұнайды? Не ұнайды әлібекке? Құлын ұнайды. Ол ненің төлі? Ағасына не ұнайды? Ағасына бота ұнайды. Ол ненің төлі? Қарындасына не ұнайды? Осы қажетті сөздерді қойып жазамыз. На мәтін бойынша қажетті сөздерді қоямыз. Вставляем нужные слова. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.